Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 91-ші сабақ жалқы есім және де жалпы есім тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта зат есімнің жалқы және жалпы түрлерін ажыратуды үйренеміз және де өлеңдегі негізгі ойды анықтаймыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. 27-ші жаттығу: суреттерге қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Айна. Бұл біздің түрімізді көретін айна, яғни ол зат. Екіншіде айна, ол қыз баланың есімі. Алма, ол жейтін зат. Екіншіде алма, ол әпкенің есімі. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр. Оны келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Балалар, бізде бұл жерде айна зат есім болып тұр. Не деген сұраққа жауап береді, Ал екіншіде айна ол адамның аты болып тұр, Бізде мынандай ереже бар, Осы ережені естен шығармаңыздар. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, әсел, алматы, іле, құтжол. Яғни біздің жаңағы бірінші жаттығуда балалар адамның есімі жалқы есім болғандықтан ол жерде бас әріппен жазылып тұр, Енді 28-ші жаттығу: өлеңді жатқа жаз. Бекен, төкен, тете екен, тете үлкені, бекен екен. Өлеңнің авторы Әдібай табылды. Жалқы есімдердің астын сыз. Балалар, бұл жерде біздегі жалқы есімдер бекен, төкен, тете, бекен деген сөздер. Келесі 29-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат, Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балалардың өнерлі, есептеп сен көрінді. Өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Жалқы есімдерді тап. Балалар, өлеңдегі негізгі ой осы өлеңдегі балалардың өнері туралы айтылған, Ал жалқы есімдерге келетін болсақ, жалқы есімдер Жанат, Қанат, Марат, Таңат, Талап, Самат, Сағат, Жанат, Манат. Мінекей балалар, жалқы есімдердің астын осылайша қызыл сызықпен сызып қойдық. Олай болса, 30-шы жаттығуға кезек береміз. Шығармашылық үзіліс. Берілген сөздердің бір әріпін алып тастап, жаңа сөз жаса. Бата, ата, әсел, сел, емен, мен, қаша, аша, ажар, жар, асан, сан. 31-ші жаттығу: мұғалім Қазақстанның табиғат ғажайыптары туралы біліп келіңдер деп тапсырма берді. Әлия Талдықорған жеріндегі әнші құм, Дәулет Бурабайдағы жұмбақ тас туралы әңгіме дайындап келіпті. Ал сен өз өлкеңдегі табиғат ғажайыптары туралы не айтар едің? Мен өз қаламдағы Қожа Ахмет Яссауи туралы деректерді дайындап келдім. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласындағы 14-ші ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуіп ету орнына айналды. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, Зерек бала каналына тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар балалар.